Сәлем достар, бүгін біз екі ағзаттан тұратын десерт дайындаймыз. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге 33% сливки, сгущенка қажет. Ал сәндеу үшін өздеріңіздің қалағандарыңыз бойынша шоколад, печенье немесе қатқан жидекті қосуларыңызға болады. Сгущенканы арнайы ыдысқа саламыз, үстіне 33% сливкемізді құямыз. Жақсылап тұрып миксерлейміз. Осындай әп-әдемі крем тәріздес болып шығады. Өздеріңізге ұнаған печеньені алып, крошкілейсіздер. Крошкілеген уақытта қатты ұнтақтаудың қажеті жоқ, шамалы ірілеу қылсаңыздар болады. Менде ореоға ұқсайтын печенье, яғни қара түстес, аққа қара өте әдемі болып көрінеді. Қараңыздар, крошканың түрі осындай үлкендеу. Алдымен ыдысымызға жаңағы дайын болған массаны саламыз. Үстіне печеньені саламыз. Тағы да жаңағы массаны салып, тегістейміз бетін. Шоколадымызды ертіп болғаннан кейін десерттерімізді әдемі узормен әсемдеп шығамыз. Мен өткен жолы жидектермен әсемдесем, осы жолы шоколадтармен әсемдеуді жөн көрдім. Қараңыздар. Достар, әсемдеп болғаннан кейін морозильникке немесе холодильникке мұздатып, салқындатып салып қойсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Немесе осылай да беруге болады, бұдан да дәмі өзгермейді. Сол себептен міндетті түрде жасап көріңіздер, ал жасап көрсеңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Мен асыға күтемін. Маған жазылуды ұмытпаңыздар. Өте оңай жолмен жасалынатын дәмді рецепттер шығып тұрады. Сол себептен келесі кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын.